Біздің қалаға жақын бір қараусыз қалған ескі ауыл бар. 1970 жылдардың соңында сол ауылда үлкен өрт болып, көп адам сол жерде қаза тапты. Ал тірі қалғандар ауылын тастап қалаға көшіп кеткен еді. Біз мектептен шыққан соң сол ауылға барып, не болғанын қарап қайтатынбыз. Түнде ол ауылға үйсіз-күйсіз немесе мас адамдар да бармайтын, өйткені қорқатын. Бір қуаныштысы, 2 жыл бұрын бұл ауылды бұзып, орнына жаңа үйлер салған болатын. Менің дос балам сол ауылға көшіп кеткенін жақында білдім. Күндердің бірінде ол мені жаңа үйіне қонаққа шақырды. Досым екеуміз біраз әңгімелестік. Мектепте оқып жүргенде осы ауылға келіп тұратынымызды да есімізге алдық. Әңгімеден әңгіме шығып, қызыққанымнан досыма бұл ауылда елес немесе жын шайтандарды көрдің бе деп сұрадым. Досым күлімсіреп маған болған оқиғасын айта бастады. Кейбір кезде пәтеріме көтеріліп бара жатырғанда біреу артымнан еріп келе жатырған секілді сезім болады. Бірақ артыма қарасам ешкім жоқ болатын. Тағы бір қызығы, түнге таман далаға шықсам таныс емес біртүрлі адамдарды көремін. Мысалы, осы үйге жаңадан көшіп келгенде өр орында тапжылмай бір нүктеге қарап тұрған ер адамды көрдім. Ал кеше ғана алаңда отырған үстеріне ақ киім киген кішкентай балаларды көрдім. Олар ештеңе де айтпай, күлімсіремей, жай ғана бір терезеге қарап тұрды. Осы әңгімені естіп алған соң мен қатты қорықтым. Ал досым болса күлімсіреп арқамнан қақты. Арада 2 сағат өтіп мен қалаға кететін болдым. Кенеттен аспан түнеріп, нөсер жаңбыр жауып кетті. Досым маған қол шатырын беріп, мені есіктен шығарып салды. Подъезден шыға салысымен мені таңғалдырғаны, жаңбырға қарамастан біраз адам далада жүр. Ал үстеріндегі киімдері су болғанда жоқ. Олар үндемей бір нүктеге қарап тұрды. Түрлері суық. Ешқайсысы жол бермеген соң мен оларды айналып өтуге мәжбүр болдым. Кенеттен досым маған хабарласып, трубканы ала салысымен ол маған ештеңе айтпай, "Мен терезеден қарап тұрмын, неге кетпей тұрсың?" деп сұрады. "Далада адамдар тым көп екен, өткізбей жатыр, соларды айналып өте алмай жатырмын. Мені мұқият тыңда, ары қарай жүрме, бұрылып қайтадан үйге кел, мен сені күтіп аламын." Досым қалжыңдап тұрған шығар деп ойладым, бірақ адамдарға қарасам, олар мені қоршай бастады. Ал мен болсам сасқанымнан бір орында тұрып қалдым. Кенеттен досым келіп, мені ол жерден алып кетті. Екеуміз подъезге кіріп, мен досымнан не болғанын сұрадым. Сөйтсе ол мен кеткенше терезеден қарап тұрыпты. Ол менің біртүрлі жүрісімді көріп, маған дереу түрде қоңырау шалыпты. Және ол менің біреулерді айналып жатырмын дегеніне таң қалыпты, өйткені досым менен басқа ешкімді көрмеген екен. Солай бәрін түсініп, мені құтқаруға далаға шығыпты. Осылай бүгін досымның үйінде қалдым. Ал кеше түнде не болғанын әлі түсіне алар емеспін.